Қайырлы кеш, баршаңызға сәлем. Гитке қатысты видео болмақшы. Мынау біздің Жалағаш IT Building Material Store деген репозиториіміз, гит репозиторий. Осымен жұмыс жасаймыз. Сіздер осы репозиториймен прямой жұмыс жасамайсыздар, форк жасап аласыздар. Мына жерде форк дегенді басып, өздеріңіздің гит аккаунттарыңызға осының копиясын тартып аласыздар. Форк деген мына суретіне қарасаңыз көрініп тұр ғой. Бір репозиторийден копия жасап екеуі қылып аламыз. Сосын сіздер өздеріңіздің аккаунттарыңыздағы нені репозиторийда қалай өзгертсеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Егер нормально шықты, все, мен тапсырманы орындадым, давайте тапсырайын деп маған pull request жасасаңыздар болады. Оның барлығын қалай жасау керекке мен көрсетемін. Оны еш уайымдамаңыздар, егер бұрын жасамаған болсаңыздар. Ал егер жасаған болсаңыздар, чатта егер сұрақ қойып жатса, мына жерін қалай жасайды, мына жерін қалай жасайды деп, соған көмектесіп отырсаңыздар болады. Сол себепті бізге опытный адамдар да керек болды көмек көрсетуге, егер менің уақытым жетпей жатса. Так, кеттік. Жалағаш IT Building Material Store деп қойдық. Сонымен fork бастайын. Where should fork building material store дейді. Қай жаққа fork жасайын деп осылай шығады. Сосын мына жерде сіздің аккаунттарыңыз шығады. Егер сізде аккаунт біреу-ақ болса, осылай біреу-ақ тұрады. Соған басасыз. Мен мысалға Carnor Max деп басайын. Жалағаш IT-ден өзіме fork жасап алам, өйстіп. Fork жасап алам. Осылай құрылды. Сосын мына жасыл кнопканы код дегенді басам. Код дегенді басып, мынаны копия жасап алам. Копия жасап аламды, өзім бір жер таңдай. Жұмыс істейтін жеріме апарамда. Так, GitHub'та мысалға Carnor Max'ың ішіне кірейін. Сөйтіп, командный строканы шақырам. Назар аударыңыздар, қайттан шақырайын. Міне осы керек папкаға келем, осы жерге клонировать еткім келеді деген папкаға келем да, сосын мына жерге басам естіп. Осы жерге CMD деп жазайын. Сол кезде мына CMD-дің адресі сразу дайын шығады да, мына жерде. Ыңғайлы оны CD деп өтіп өтпас үшін. Жақсы, терминалды ашамды, git clone деп жазам, сосын Ctrl-V мен ставить етіп, жаңағы көшіріп алған git-тің несін, URL-ын. Кейбіреулерде осылай қойылмай қалуы мүмкін. Ctrl-V жасамай тұрады терминалда. Сол кезде былай жасасаңыздар болады. Git clone дейсіздер да, пробел басасыздар, сосын значокты басып, изменить, вставить десеңіздер болады. Сол кезде енді точно қойылады. Жақсы, енді Carnor Max. Так, оның ішінде Building Material Store деген пайда болды. Енді осыны мен Visual Studio'да ашайын. Visual Studio'да новый окошко ашам. Сосын оны жаңа мен таңдап алайын. Carnor Max Building Material Store бір папке деп. Таңдап алдым. Енді тестовый любой бірдеңе жасай салайын. Тестовый бірдеңе жасайым, чтобы pull request қалай жасалынады, соны көрсету үшін. Мысалға pages дейін, индекс видео ашайын. Осы жерге так. GitHub деді ма? GitHub fork деп сөз қоса салайын, әшейін, тестовый. Сөйтемді, егер мен Visual Studio'да ашып тұрған болсам, мына жермен жасасам да болады. Осы жерге тест деп жазып, мынаны плюс деп қосып, сосын commit stage десем болады. Немесе, егер жоқ мен терминал арқылы жасағым келеді, терминал арқылы жасап үйренейінші десеңіздер, любой жерден осылай ашасыздар, проводникті, корневой папкаға келесіздер, мына жерде көрініп тұр қызыл болып. Басқа жерлердің барлығы жасыл, осы жері қызыл, себебі ол өзгеріс бар, и сол өзгеріс push жасалмаған, commit жасалмаған әлі. Commit жасай қал. Тағы да командный строканы шақырам осы жерде. Командный строкада git add нүкте дейм. Git add нүкте десем, мына жерде барлық өзгеріс жасалынған файлдар индекстелінеді. То есть changes'тер қабылданады, сосын сол changes'терді commit деп оқытаймыз. Git commit дейм. Git commit дегеннен кейін комментарий жазу керек, месседж жазу керек. Оны -m дейсіздер. -m месседжді білдіреді, сосын тырнақша ашып,
өзіңіз сөзіңіз жаза бересіз, не жазғыңыз келеді. Тест Word дей салайын. Тест Word деп жаздым. Міне, менде мастерде бірдеңе өзгерді, сосын git push деймін. Кейбіреулеріңізде логин пароль сұрауы мүмкін. Логин парольдеріңіз жазып, push жасайсыздар. Сосын міне ең соңында қараңыздар. Мынау менің жасаған коммитімнің хэші. Мастер, локальный ветка мастерден remote ветка мастерге push жасалынды деген сөз. Схема қарапайым. Ең басында бір рет git клон жасаймыз. Git клоннан кейін өзгерістер енгіземіз. Сосын git add деп өзгерістерді не қыламыз, индекске аламыз. Сосын git commit деп оқтап дайындап қоямыз да, комментарий жазып, и git push деп серверге атамыз. Все, серверге аттық, енді қараймыз. Мынау Karnurmax деп тұр, Так. Мұн жерде commit дейді, 19 минут бұрын болды дейді да. Мына жерде, так, 1 минут бұрын болды дейді. Karnurmax test word. Жаңа менің жазған месседжім ғой, мына жердегі. Көрдіңіз, get commit message test word деген кезде осы жерге келіп түсті. Жақсы, енді мынау Karnurmax деген ол басқа репозиторий, а мынау жалағаш IT деген ең главный репозиторий. То есть бүкіл жұмысты біз осы жерде жасауымыз керек. Әркім өзінкінде осылай жасайды да, все, менің жұмысым pull request жасауға дайын деген кезде сіздер маған мынандай не жасайсыздар, операция жасайсыздар. Кеттік, pull request басасыздар. Сосын мына оң жақта сіздің репозиториіңіз. Қараңыз, Karnurmax деп тұр, менде. Сіздерде ол басқаша бола береді. Әркім өзінің аккаунты, building materials дейді. Сосын compare master дейді ветка. Пока что тек қана бір веткамен жұмыс жасай беріңіздер. Барлығыңыз мастерде істей беріңіздер әзірге. Кейін ол өзі уақыты келген кезде не қыла береміз. Бірнеше ветка құру, анау оған жете береміз. Ең қызығы осы pull request жасауды біліп алсаңыздар, ары қарай оңай кетеді. Мынау қай жақтан жасалады, мынау қайда жасалады. Осы жерде жалағаш IT building material master деп тұру керек. Автоматым өзі солай тұрады, негізінде бір нюанстар болып қалмаса. Ештеңе тимей қойсаңыздар да осылай өзі дұрыс тұра қалу керек негізі. Able to merge дейді, то есть конфликт жоқ дейді. Мына кодпен ешқандай қайшыласып жатқан жері жоқ. Әдемі барып жата қалады сенің кодың деп айтып жатыр да. Бәрі дайын, сосын create pull request дейсіз. Сосын мына жерге test word или how to create pull request деп. Так, бірдеңе жазып жібересіздер өйстіп. Create pull request деген кезде все уже. Енді не қылып тұрады. Менің қабылдағанымды күтесіздер. Автомат түрде жасай беруге болады дейді. Керемет. Жасылды көрген сайын көзіңіз қуанады. Так, мен жалағаш IT дегенге келем. Мына жерде pull request менде ештеңе тұрған жоқ қой, қазір страницаны обновить етейін. Міне pull request 1 деп тұр. Сосын мен ол көрем да, о деймін. Значит, біреу маған өзінің жұмысын тапсырып жатыр екен деп. Соны басамда, міне списоктан pull requestтерді тауып алам, сөйтіп сіздікін ашам бүйтіп. Ашқан кезде көрініп тұрады, қандай коммиттер болды, сосын files changed дейді. Files changed, именно қай файлдарды өзгерткеніңіз, қалай өзгерткеніңіз маған сразу көрініп тұрады. Енді git деген инструменттің рахат жері осы да. Егерде git болмағанда сіз мынаны архивпен жіберіп, мен оны бұрынғы проектпен көзбен салыстыратын болсам, өлушем ғой кезде. Қаншама қателер солай бұрын орын алатын еді. Қазір git бар, шүкір, барлық нәрсені шайнап әкеп береді, жұтсаң болды. Так, GitHub деген қатар өшіріліп, GitHub fork деген қатар қосылды дейді. Түсінікті қарадым, ешқандай нем жоқ. Қабылдаймын дедім. Сөйттім де қайтадан келіп merge pull request салдым. Сосын confirm merge дедім. Все, болды.
pull request осымен аяқталады. Осылай өздеріңіз жұмыстарыңыз тапсырып отырасыздар. Сосын тағы бір не хабарландыру, қазір Telegram каналға да жаза салам, осы жерден де айта салайын. Бөлек бір кішігірім чат ашамыз. Соның ішінде кім практикаға қатысып жатыр, солардың барлығын қосамыз. И ішінде не қыла бересіздер. Именно осы практикаға қатысты любой сұрақтар қоя берсеңіздер болады, қысылмай, бір артық біреулерді мазалап қоямын деп уайымдамай ше. Аудио запись жібересіздер ма, стикер жібересіздер ма, барлығын жібере берсеңіздер болады. Самый главный, слишком флудит етіп кетпесеңіздер болды. Все, бопты. Сау болыңыздар.